Ассаламу алейкум, құрметті Қазақстан халқы. Есімім Ерлан Арын. Бұл YouTube арнасындағы ең алғашқы қазақ тіліндегі YouTube арнасы, техника талдау арнасы. Бүгін біз тағы Агробизнес Қазақстан компаниясының төрінде 2023 жылғы МТЗ бағаларының түсуіне байланысты осы түсірілім жасап отырмыз. Енді бағаларға көшсек, МТЗ 80 қазіргі кезде ол наличияда жоқ, бірақ бағалары бар. Доставкасы 15 күн. МТЗ 80-нің бағасы 3 ай бұрын 11 миллион 650 мың болды. Қазіргі кезде 10 миллион 800 мыңға түсті. Мынау МТЗ 82, бұл Беларусьтың сборкалары. МТЗ 82 14 миллион 30 мыңнан 12 миллион теңгеге дейін түсті. Рубльдің бағасы құлдырап, бағалар да МТЗ-ларға түсіп жатыр. Одан кейін 892.2 деген трактор 15 миллион 740 мыңнан 13 миллион 430 мыңға түсірілді. Алдыңғы мосты балка күшейтілген. 82-ге қарағанда доңғалақтары еніне қарағанда үлкенірек, жақсы бағамен тұр. Осы да 82, мұнан бәрі ол Беларусьтың сборкасы. Қазір біраздан кейін Қазақстанның сборкасына көшеміз. Сервистік қызметке арналған. Сондықтан фаралары алынып тастаған. 12-21.2 радиаторы үлкейтілген. Олар 3 ай бұрын 25 миллион 130 мыңнан 21 миллион 240 мыңға дейін түсті. Бағалар ақырын түсіп жатыр. Сондықтан алатын адамдар алып алыңыздар. Лизинг бар. Өкінішке орай рассрочкалар жоқ. Бірақ лизингпен жұмыс істей береміз. Казагрофинанс, Казагроқаржы, АКК дейді, аграрно-кредитная корпорация дейді. Бұның бәрі Беларусьтың сборкасы. Қазір Қазақстан сборкасына барайық. Химия тарататын және тыңайтқыштар себетін опрыскивательдер 8 миллионнан тұр. Рулонды престер. Завод Бежец Сельмаш деген 5 миллионнан тұр. Құдай қаласа олардың да бағалары түседі. Кундар тұр. Грабли 850 мың. Тұрма. Кундар металлфах. Олар 2 миллионнан басталады. Но Кундар Большая земля деген Ресей заводы. Оның бағалары да 2 миллионнан басталады. МТЗ тракторлар наличияда көп. Опағар бізде міне осындай Көкшетауда. Кундарды айтатын болсақ, тез шешілетін быстро съемы бар. Сапасы жақсы. Бұл Большая земля. Мынау ілініп тұрған олар металлфах. Польшаның заводы, бірақ құрастырылуы Ресей. Қазақстан тракторлеріне көшсек, 922.3 ол Беларусь сборкасының
892.2-нің түпнұсқа аналогы. Алдыңғы мосты балка Қазақстанда шығарылған. Шығарылған дегенде енді өздеріңіз білесіздер қалай шығаратын. Мынау 920М деп аталатын трактор. Беларусьтың тракторы Қазақстанда шығарылған. Олар мысалы мынау 920М, ол 82-нің аналогы. Олардың бағаларына келетін болсақ, олар 3 ай бұрын 13 миллион 100 мың теңге тұрды. Қазіргі кезде 11 миллион 300 мың. 922.3 892.2-нің аналогы. 3 ай бұрын 14 миллион 700 мың болса, қазіргі кезде 12 миллион 500 мың. Турбинасы бар, 90 атты күші, қозғалтқышы D245.5. Тракторлар жетерлік, 12-21.2 82-лер толып атыр. Анау тұрғандар рулондық пресс-подборщиктар. Бағасы 5 миллион. Құдай қаласа, олардың да бағалары түседі. Мынау пресс-подборщиктар түпнұсқа Бобруйск, Агромаш деген Белоруссия елінің заводтары. Міне әп-әдемі боп тұр. Мынаның бәрі Беларусьтың сборкасы. Қазақстан мен Беларусьтың тракторлерін айырмашылық қандай десеңіз, олардың айырмашылығы аз. Беларусьтың тракторлері, олар суық обкаткадан өтеді. Мысалы, беріліс қорабымен, одан кейін қозғалтқышы тракторге орнатқанға дейін суық обкаткалық станоктарда олар обкаткасын өтеді. Сосын бірақ тракторге қойылады. Ал Қазақстанның тракторлері, олар обкаткадан өтпейді. Осындай күйінде тракторге салынады да жаңадан, сосын шаруа қожалығында ақырын обкаткасын өтеді. Содан кейін Қазақстанның тракторлеріне 30% субсидия беріледі, 30%. Ал Беларусь тракторлеріне 25%-ға дейін субсидия беріледі. Міне осылай. Енді қалған тракторлерге көшсек, мысалы 892 тракторы, қозғалтқышы D245.5 4 цилиндрлі турбинасымен 14 миллион 930 мыңнан 12 миллион 760 мыңға түсті. 952 деген трактор 13 миллион 400 мыңнан, олар 12 миллион 760 мыңға көшті. 952.2 тракторлері 16 миллионнан 13 миллион 430 мыңға түсті. Ал біздің 12-21 тракторлері .2 радиаторлы үлкейтілген, олар 25 миллион 130 мыңнан 21 миллион 240 мыңға дейін түсті. Ол бағалар бүкілі Беларусьтың сборкалары. Енді Қазақстанның бағаларына көштік. Қазақстанның бағалары, мысалы, сол 12-21.3-ті алсақ, 23 миллион 550 мыңнан 20 миллион 400 мыңға дейін көшті. Осында әп-әдемі бағалар болып жатыр. Құдай қаласа, рубльдің бағалары одан сайын төмен болса, осы бағалар, жаңа айтылған бағалар одан аса арзандайды. Беларусь 15-23 дейтін тракторлер 29 миллион 500 мыңнан 25 миллион
900 мыңға дейін түсті бағалары. Беларусь 20-22.3 39 миллион 600 мыңнан 35 миллион 100 мыңға түсті. Беларусь қатарындағы ең қуатты, ең үлкен трактордың бірі Беларусь 35-22 364 атты күші бар. 90 миллионнан 77 миллион 400 мыңға дейін түсті бағалары. Сондықтан құрметті Қазақстан халқы, тракторге мәжбүр болып жүрген адамдар, қалтасында ақшалары бар, немесе лизинг алам деген ниеттенген, Құдай қаласа осы тракторлерді алып алыңыз. Қазіргі кезде рубльдің бағасы қалай болатын белгісіз. Украина мен Ресей арасындағы соғыс бітемі, бітпеймі, оны бір Алла білет. Енді Құдай қаласа бітуіне тілектеспіз. Осы тракторлер жайлы сұрақтарыңыз болса, 8-776-161-22-23 нөміріне, немесе 8-701-345-99-48 нөміріне хабарласаңыз болады. Осы YouTube арнасына тіркеліп, лайк басып, астына, видеоның астына пікірлеріңізді тастасаңыз, көптен көп рахметімді айтам. Құдай қаласа осындай бейне түсірілімдерді жүргізе берем. Сіздердің қолдауыңызбен подписаться батырмасын басып, қолдап жіберіңіз ағайын. Сіздер үшін түсіріп жатырмын. Сондықтан лайктарыңызбен подпискаларыңызды аямаңыздар. Есімім Ерлан Арын. Бұл YouTube арнасындағы ең алғашқы техника талдау каналы. Ең алғашқы қазақ тіліндегі техника талдау каналы. Бұлай қараса, орыс тілінде көп мәлімет бар, қазақ тілінде ешқандай мәлімет жоқ. Одан кейін қандай техниканы көрсетейін? Борнама, соқама, опрыскивательдер ма, нені талдайын? Қандай техниканы көрсетейін? Соны пікірлер тастайтын жерге жазып, сұрау жасаңыз. Сол техниканы түсірем. Ауыл шаруашылық техниканың бүкіліне талдау жасайым. Осындай сейілкалар бар. Бұл Ресей заводы, Агротехника 55 деп аталады. Бұл біздің бұрынғы амичкаларымыз, СЗС-каларымыз. Бұл комплектация ең толық комплектация. Бағалары 1.800.000 басталады. Бір сейілкадан 6-7 сейілкаға дейін тіркеулеріңізге болады. Мысалы, МТЗ-82 бір сейілка тартады. МТЗ-892.2 екі сейілка тартады. 1221.2 үш сейілкаға дейін тартады. ХТЗ слабожанец деген тракторлер 220 атты күшті, 200 атты күштер, олар 4 сейілкаға дейін тартады. К700 қозғалтқышы НД3 дейді. 238 атты күш, 240 атты күштер, олар 5 сейілкаға дейін тартады. К700 НД5, НД5 қозғалтқышымен 6 сейілка. К701 6 сейілка, 7 сейілка дейін тарта береді.
сапасы жақсы. Сейілкалардың. Мынаның бункері үлкейтілген 590 дециметр. Катушкалары полиамид. Мұнда артқы бір алқаптан бір алқап көшетін доңғалақтар бар. Цилиндрмен жұмыс істейді, гидравликамен. Сапасы өте жақсы. Сұрақтарыңыз болса, ұялмай қысылмай хабарласып, немесе пікірлер тастайтын жерге осы видеоның астында жаза беріңіз. Мен барлығын қарайым, барлығына жауап берем. Қарағаныңызға көптен көп рахмет. Біз бүгін Агробизнес Қазақстан деген компаниясының төрінде Қазақстан бойынша 6 филиалдары бар. Қазақстан бойынша жұмыс істейміз. Және Таджикстан, Өзбекстан, Қырғызстан, одан кейін Ауғанстан елдеріне техника тасымалдап, сатып, сервистік қызметін атқарамыз. Арнаға тіркелуді ұмытпаңыз. Лайкты басып, пікірлеріңізді жазып, міне осындай әп-әдемі тракторлер наличияда, Көкшетауда. Назарларыңызға көптен көп рахмет. Амандықта кездесейік. Басымыз аман, еліміз тыныш, тіліміз бүтін болсын ағайын. Осы видеоны қолдап отырыңыздар.